Ақырында бізді капитаннан құтқарып тынған жұмбақ оқиғалардың ең алғашқысы да кешікпей-ақ бой көрсетті. Бірақ кейін өздеріңіз де көрерсіздер, біз капитанның өзінен құтылғанмен оның әлі де талай машақат істерінен құтыла қоймаған екенбіз. Қыс өте қатты болды. Ұзаққа созылған қақаған аязды, дауылды, боранды күндер бітпей тұрып алды. Әкем байғұстың биылғы көктемді көру көрмесі екі талай екені бірден-ақ белгілі болды. Күн санап науқасы меңдей берді. Трактир тіршілігі шешем екеумізге қалды. Жұмысымыз онсыз да бастан асып жатқандықтан мазасыз мейманымызға онша көңіл бөле қоймадық. Қаңтар айының бір күні болатын. Таңертеңгі мезгіл. Аяз шатынап тұр. Шығанақ маңы қырау бүркеніп алған. Аппақ. Су бетінің болмашы иірімі жағадағы қой тастарды жиектеп, еркелетіп жалап жатқандай. Күн көзі әлі көтеріліп үлгермеген. Сәулесі тек биік төбелердің ұшар бастары мен сонау алыстағы айдың бетін ғана шарпиды. Капитан әдеттегісінен ерте оянып, теңіз жаққа бет алды. Тозығы жеткен көк шекпенінің даладай етегін қорбитқан кездігі байқалады. Қолтығында дүрбісі, қалпағын желкесіне қарай ысыра киіпті. Аузынан шыққан будың түтінше будақ-будақ ұшып бара жатқаны есімде қалыпты. Үлкен жартастың тасасына түсе беріп, ызаланып қатты кіжігені келді құлағыма. Сірә доктор Левсимен шекіскен кезін әлі ұмыта алмай жүрсе керек. Анам жоғарыда, әкемнің қасында болатын. Ал мен капитанның қайтып оралар тұсына дастархан жайып, оған таңғы ас әзірлеп жатқанмын. Кенет есік ашылды да, бөлмеге бұрын ешқашан кездеспеген бір бейтаныс адам келіп кірді. Өңі қуқыл, сол қолының екі саусағы жоқ. Белдігінде кездігі болғанымен түрінде жауынгерлік айбар сезілмейді. Мен әрдайым жалғыз аяқты болсын, екі аяқты болсын, әйтеуір теңізші болсақ, ондайларды мұқият қадағалайтынмын. Ал мына кісі маған тіпті жұмбақ көрінді. Теңізшіге ұқсастығы шамалы. Әйтсе де оның теңізші екенін мен бірден сездім. Қонақтың неменеге зауқы бар екен деп сұрап ем, ол ром талап етті. Бұйрығын орындамақ боп бөлмеден жүгіре басып шығып бара жатқанмын. Үстел жанына жайғасқан әлгі кісі мені қасына қайтадан шақырды. «Бері кел, балам», деді ол. «Жақынырақ кел». Мен келдім. «Мынау сірә менің тамырым штурман Биллиге әзірленген дастархан ғой?» деп сұрады қулана жымиып. «Ешқандай штурман Биллиді білмеймін, ал дастархан өзіміз капитан деп атап жүрген осындағы бір кісі үшін әзірленіп жатыр», деп жауап бердім. «Оқасы жоқ», деді ол. «Менің досым штурман Биллиді де капитан деп атауға болады. Одан келіп кетер ештеңе де жоқ. Бетінің тыртығы бар шығар, және өзі әсіресе араққа тойып алған кезінде тым сыпайы болар. Әлгі менің жолдасым штурман Билли, міне тап сондай кісі. Сіздердің капитан деп отырған кісілеріңіздің де бетінде тыртығы бар сияқты, және тап оң жақ бетінде. Демек бәрі де ойдағыдай деген сөз, солай емес пе? Сонымен менің білгім келетіні, менің жолдасым Билли қазір үйде ме, жоқ па?» Мен капитанның серуендеп кеткенін айттым. «Қай жаққа, балам? Қалай қарай кетіп еді?» Мен капитанның күнде барып жүретін жартасы жақты нұсқап, енді өзі де кешікпей келіп қалар дедім. «Қашан сонда?» Тағы да осындай бірнеше сұрақ қойып, ол ақырында: «Иә, сөйтіп менің жолдасым Билли мені көргенде арақ көргеннен кем қуанбас», деді. Алайда мұны айтқанда оның бет әлпеті тым сұсты көрінгендіктен, «Әй сірә, мұнымен кездескенде капитан қуана қоймайтын шығар», деп ойлауыма толық негіз бар еді. Бірақ менің ондағы жұмысым қанша, деп өзіме өзім басу айттым. Және дағы мұндай жағдайда не шара істей аларсың? Әлгі бейтаныс кісі трактир есігінің алдында міз бақпай тышқан аңдыған мысықша үйдің бұрышын бақты да тұрды. Трактир сыртына шыққым келіп еді, табан астында мені қасына шақырды. Қапелімде құлақ аса қоймап ем. Қуқыл беті ашуға булығып өзгеріп сала берді, және жерден алып жерге салып боқтадай келіп. Зәрем ұшқаннан кейін қарай ыршып түстім. Кейін қайтуым мұң екен, менімен тіпті бір түрлі жағымпазданғандай ма, әлде келеке қылғандай ма, әйтеуір бұрынғысынша сыпайы сөйлесе бастады. Арқамнан қағып, «Өзің жақсы бала екенсің, мен сені бірден жақсы көрдім», деді. «Менің де өзіңдей балам бар еді», деді ол. «Ал сен соған егіздің сыңарындай ұқсайды екенсің. Әкелік мақтаныш тұтарым сол ұлым.
Бірақ енді ер баланың басты қасиеті тіл алғыштық қой. Солай балам, тіл алғыштық. Егер Биллимен теңізде бірге жүзіп көрген болсаң, онда ешқашан екі айттырмас едің. Билли де онымен бірге жүзген басқалар да берілген бұйрықты ешқашан екі қайталатып көрген емес. Әнекей, штурман Биллидің өзі де келе жатыр. Қолтығында дүрбісі бар. О, Құдай, жар бола көр оған. Жүр балам, қайтадан ішке кіріп, есік артында тығыла қалайық. Сөйтіп Биллиді күтпеген жерден бір қуантайық. О, Құдай, жар бола көр оған. Осылай деп ол мені үлкен бөлмеге қақпайлап кіргізіп, бұрышқа өзінің арт жағына жасырып қойды. Екеуміз де ашық есіктің қайырлысында тұрмыз. Өздеріңіз де түсінген шығарсыздар. Жағдайым мәз емес-ақ. Кәдімгідей сескеніп тұрмын. Ал енді бейтаныс қонақтың өзінің де үрейленіп тұрғанын сезгенде одан сайын құтым қашты. Ол кездігінің сабын босатыңқырап, қынынан сәл-пәл шығарып қойды. Тамағына кептеліп қалған бір кесек бірдеңені жұта алмай тұрған адамдай әуре сарсаң бір қимыл жасайды. Ақырында есікті сарт еткізіп, бөлмеге капитан енді. Жан-жағына бұрылып та қарамастан топ-тура өзіне арнап даярланған үстінде ас толы үстелге қарай жүрді. «Билли!» деді бейтаныс кісі, батырсынып, даусын қатқыл шығаруға тырысып. Капитан өкшесімен айналып түсіп, бізге қарама-қарсы тұра қалды. Күнге тотыққаны зым-зия ғайып болып, тіпті мұрнының ұшына дейін көгеріп кетті. Өңі аруақ, жын-шайтан, әлде тіпті бұдан да қорқынышты бірдеме көрген адамдай қуарып кетті. Лезде қартайып, бет-аузы шалбарлана қалғанда, шынымды айтсам, өзім тіпті оны аяп кеттім. «Билли, мені танымай қалдың ба? Кемедегі өзіңнің ескі досыңды шынымен-ақ танымай тұрсың ба? Билли!» деді бейтаныс кісі. Капитан тынысы тарылғандай алқынып аузын ашты. «Қара төбет!» деді ол ақырында. «Соның дәл өзімін!» деді сәл көңілдене түскен бейтаныс кісі. Өзінің кемедегі ескі досын, адмирал Бенбоу трактиріндегі Билли деген досын көріп қайтпақ болып келіп тұрған қара төбет. «Ай, Билли, ай! Міне, екі тырнағымнан бірдей айырылдым. Содан бері қанша заман өтпеді!» деді ол өзінің жарымжан қолын жоғары көтеріп. «Жарайды, іздеп келіп үстімнен түскен екенсің. Міне алдыңда тұрмын. Келген шаруаңды айт», деді капитан. «Сол баяғы Билли қалпыңда екенің көрініп-ақ тұр», деді қара төбет. «Жөн айтып тұрсың, Билли. Мен қатты ұнатқан мына тамаша балақай маған бір стақан ром әкеліп берсін. Содан соң қарсы болмасаң, екеуміз ескі достарша кең отырып ағымыздан жарыла ашық сөйлесейік. Солай емес пе?» Мен шөлмек алып қайта кіргенде екеуі капитанның үстелінде қарама-қарсы отыр екен. Қара төбет есік жаққа таяу, бір қырын жайғасыпты. Бір көзі ескі досында болса, екінші көзі есікте. Қашып құтылу мүмкіндігінде ұмытпаған сыңайы бар. «Есікті айқара ашық қалдыр да өзің кете бер», деді ол маған. «Бұл сенің саңылаудан босқа сығалап әуре болмауың үшін, балам», деп түсіндірді маған. Екеуін оңаша қалдырып үлдірік жанына оралдым. Содан құлағымды қанша тоссам да еміс-еміс міңгірлегендерінен басқа ештеме ести алмадым. Бірақ бара-бара дауыстары қаттырақ шығып, ақырында сөздері, көбінесе капитанның боқтық сөздері, анық естіле бастады. Жоқ, бұл әңгіме осымен бітсін. Естідің бе?» деді бірде капитан қатты айқайлап. «Егер іс насырға шауып, мен дарға асылар болсам, онда сол дар ағашының астында жалғыз мен емес, бәрің де салбырайтын боласыңдар», дегенін естідім капитанның. Содан кейін кенет көбесі сөгілген қаптан ақтарыла салғандай боқтық сөздер төтеп жаумасын ба кеп. Стол орындықтарда тасыр-тұсыр құлап жатыр. Болат қанжарлардың сарт-сұрт дыбыстары, жарақаттанған біреудің жан ұшырған айқайы естілді. Сәлден кейін барып алды-артына қарамай есікке қарай зытып бара жатқан қара төбетті көрдім. Капитан қуып келеді. Екеуінің де кездіктері қолдарында. Қара төбеттің сол жақ иығы қанға боялған. Тап есікке жеткен кезде капитан қашқынға кездігін ең соңғы рет өлтіре сұққысы кеп, қолын қатты сермеп кеп қалды. Басын қақ айырып өлтіретіндей еді, бірақ кездігі қапыда. Адмирал Бенбоудың үлкен жарнамасына тиді де қара төбеттің жаны қалды. Жарнаманың төменгі жақтауында кездіктің ізі әлі күнге дейін көруге болады. Ұрыс осымен тынды.
Жолға жүгіріп шыққан Қаратөбет жарақатын бұйым көрместен көз ілеспей зытып барады. Тіпті әп-сәтте-ақ төбеден әрі асып көрінбей кетті. Капитан есінен танған адамша жарнамаға қадалған күйі қалшиып қатып қалды. Содан неше қайтара қолымен көзін сипап үйге кірді. «Джим, ром әкел!» деп бұйырды. Осыны айтқанда өзі біртүрлі теңселіп кеп, тіпті құлай жаздап барып қолымен қабырғаға сүйенді. «Жарақаттанып қалғанбысыз?» дедім. «Ром әкел!» деп қайталады ол. «Тезірек бұл жерден таймасам болар емес. Ром әкел, ром!» Ромға жүгірдім. Сасқалақтап жүріп шыныны сындырып бөшкенің шүмегін ластап алдым. Бәрін жөнге келтіріп басқа ыдыс тауып үлгергенше ауыр бірдеңенің еденге гүрс етіп құлаған дыбысын естідім. Жүгіріп келсем еденде ұзынынан сұлап капитан жатыр. Айқай-шу төбелестен зәресі қалмаған анам маған көмектеспек боп төменге жүгіріп түсті. Екеуміз капитанның басын сүйемелдедік. Екі иінінен әзер дем алып қиналып жатыр. Көзі жұмулы, беті қабарып, қызарып кеткен. «О, жасаған!» деді анам. «Мұндайда масқара болармыз ба? Енді трактиріміз не күйге түспек? Байғұс әкең болса, қас қылғандай ол да ауырып жатқаны анау. Капитанға не жәрдем көрсетерімізді де білмейміз. Бейтаныс кісімен жекпе-жекте өзі қатты жарақаттаныпты. Енді оның өлетініне біздің еш шүбәміз қалған жоқ. Ром әкеліп аузына құйғым келіп, әрекеттеніп көрдім. Бірақ жағы қарысып қалыпты. Темірмен шегелегендей. Бағымызға қарай есік ашылды да ауру әкемді көріп кетуге соққан доктор Левси кіріп келді. «Доктор, жәрдемдесе көріңіз», дедік екеуміз бірдей. «Не істейміз? Қай жерінен жараланыпты?» «Жараланыпты дейсіздер, бекершілік. Ол жараланған болса, онда тіпті сен де мен де жараланған шығармыз. Қаны тасып талып жатыр. Қайтеміз?» Өзіне ескерткен болатынмын. «Миссис Хокинс, сіз жоғарыға жұбайыңыздың қасына барыңыз. Және мүмкіндігінше оған ештеме айтпай-ақ қойыңыз. Ал мен қолымнан келсе мына бір Құдайға да адамға да қажеті жоқ сорлыны ажалдан арашалап көрейін. Джим, маған шылапшын әкел». Мен шылапшын алып оралғанымда доктор капитанның жеңін түріп, оның бұлшық еті білеудей дырау қолын жалаңаштап үлгерген екен. Қолы бірнеше жерден қылыш жарақатын алып жазылған. Иығында «Бақытты бол, сәт сапар теңізші, арманыңа жет, Билли Бонс» деген жазулар көгеріп көрінеді. Иығының арқасына таман дардың суреті салыныпты. Дар астында арқанға ілінген адам тұзаққа ілініп салақтап тұр. Суретті меніңше бұл іске аса бір шебер, қанық адам салған сияқты. «Әулиелік сурет», деді доктор, дардың суретін саусағымен нұқып. «Ал енді Билли Бонс мырза, шын атыңыз осы болса, қаныңыздың түсі қандай екенін көретін болдық». «Джим, қан көргенде қорқатын әдетің жоқ па?» деп сұрады доктор менен. «Жоқ, сэр», дедім мен. «Өте жақсы», деді доктор. «Онда шылапшынды тос». Ол ланцетпен күре тамырын қиып жіберді. Капитан қарауытқан көзін ашқанға дейін біраз қан ақты. Докторды танып қабағын түйе қойды. Мені көргеннен кейін барып сәл тынышталған сияқтанды. Кенет бетіне қаны түйіп, тұрғысы келіп, жұлқынып, «Қаратөбет қайда?» деп айқайлап жіберді. «Бұл жерде өзіңіздің арқаңыздағы төбеттен басқа ешқандай төбет жоқ», деді доктор. «Ромды тым көп ішетінсіз. Міне айтқаным келіп, қаныңыз тасыды. Сізге жақсылық істеу ойымда да жоқ еді. Бірақ міне, көрден суырып алдым. Мистер Билли Бонс». «Мен Бонс емеспін», деп бөліп жіберді капитан. «Бәрібір ғой», деді доктор. «Менің бір Бонс деген қарақшы танысым болған. Атыңызды еске түсіріп бас қатырып қайтем деп жай айта салғаным еді. Ендігәрі есіңізде болсын, бір стакан ромнан. Әрине өле қоймайсыз, бірақ сол бір стакан ішсеңіз-ақ ішкен үстіне іше бергіңіз келері айдан анық. Басыммен ант етейін, мына ішуіңізді тыймасаңыз, кешікпей-ақ өліп тынасыз. Түсіндіңіз бе? Тәуратта айтылғандай, жазмышта жазылған жайыңызға жетіп жығыласыз. Ал қане, тұрып көріңіз, төсегіңізге жетіп алуға көмектесейін». Капитанды әзер деп жоғары көтеріп шығарып төсегіне жатқыздық. Әбден әлсіреп жастығына сылқ етіп құлай кетті. Есін шала шарпы біледі. «Ал енді айтпады демеңіз. Сіз үшін ром деген сөз де бір, ажал деген сөз де бір», деді доктор. Енді ол мені шынтағымнан ұстап ауру әкем жатқан бөлмеге қарай жүрді. «Түк емес», деді ол артымыздағы есікті жабылар жабылмастан. «Қанын едәуір ағыздым. Енді ол біразға дейін тыныш жатады.
бір аптадай төсегінен тұра алмас. Ал бұның оған да, сіздерге де еш зияны жоқ. Бірақ та қайтадан осылай талып құлар болса, одан аман қалмайды.